жаңағыдай. Иә, телефонды қалталарыңа. Мен қырғын ақшаға қолына Bunu көрсетпесек бізде. полметрда да естіп отырсаң болды. Қарайған ақша да? Мына жерде қызыл жанып тұрған жоқ. Точно ма? Просто сен камера бар ма? Мотор есть, камера есть. Я ана жерден бастап кеткен болайық. Экономить етіп жатсың ғой сен. Ана жерден бастап жерде? кеткен болайық. Сен сондайың күшті негізі. Әңгіменің ортасына кетіп қалатын ба? Просто, иә. Кстати, ол хейт болды. Көрермендерден типа. Жоқ, неге амандаспайсың деп жатырмын. Иә. Халыққа Кстати, сендердің выпустарынан кейін Нұрболхан екеуің келдіңдер ғой? Ассалаумағалейкум деп үш рет амандастың ғой сен. Сол кезде міне көрген бала, тәрбие көрген бала амандасады. Дархан дұрыс қой, енді ой өрісі кең, сен көреген Ақболат сөйтіп бөлсеңдерші, бәрін өзіңе ала алмай қойса. Иә. Иә. Прикол соңындасың сол. Иә, сол кезде халық оны прикол емес деп қабылдаған. Енді амандасу жалпы ассалаумағалейкум амандасың. Ақболат саған микрофонды бүйтіп жақын ұстаңдар деді жаңа Орик. Кстати, иә, бұл шай әңгіменің жаңа шығарылымдары. Иә, бір кішігірім хабарландыру көрермендерге, бізде жаңа администратор. Көріп тұрғандарыңыздай өте нашар жұмыс істеп жатыр. Жоқ. Значит, суреті шығады, айдын мұң айтпасы. Құрметті достар, нойдан бастайық. Мынаны алып кетейік. Мен мына жерде тыға саламыз. Достар, объективтесін бүйтіп ойнатып шығарайық та, ойнатып жоқ қылып жіберейік те, брат. Сразу. Баста берейік бағдарлама, не болды, нормально бәрі. Короче, қараңдар. Бізде осы шығарылымдарда, алдағы 3 шығарылымда немесе кейінгі 3 шығарылымда осындай шнуровой микрофон болады. Оның себептерін айтайын. Бұл жетістік па қалай? Бұл ыңғайлырақ. Себебі бізде петличный микрофон болған кезде барлық дыбыс жазылады точнее. Шай ішкенде, жұтқанда, кәмпит ашқанда, қатты күлгенде, әсіресе сенің күлгенде, иә, ол дыбысты алу өте қиын. Сен даусың бәріне жазылады дейді өйтіп. Иә, бүкіл дауыс шалады. Бүкіл петличка бұл. Жалпы адам барлық сөз жазылады ғой, бауырлар. Жоқ, енді міне. Қазір Ақболат қайтадан көреген деген атаққа. Жоқ, енді қазір Дархан ақша жоқ дегеннің артын әдемі жауып тұрған жоқ па? Иә. Осыған дейін келгендігін бір көрсетті да. Иә. Мен осының алдында просто дұрыс емес келіп қалдым бар ғой, андай оқиғам да дұрыс емес, бір андай. Жоқ, тамаша. Тамаша оқиға болды. Алдыңғы бағдарламада Ақболат өте әдемі киініп келген білесің ба? Иә. Сосын содан кейін түсінген сияқты. Жоқ, Ақболаттың әдемі емес киінген кезі есінде ма вот? Мүлдем. Қазір мен ондайды неден, ол пьедесталдан түстім, оны қабылға бердім қазір. Тастап кеттіңіз ғой бажаңызға? Қабылдық емес па? Құлдыртуды. Мен сол жаңа студияға барғам ғой, сен айттың ғой, кел деген кезде мен үйден шығып, 1-2 күн бұрын ескертеді ғой, қашан еді деп миымда жүрген ғой. Мен саған алдыңғы күні жаздым ғой. Звондастық қой екеуміз. Иә. 1-2 күн деді ғой. Мен саған айттым еще, Ақболат, если что, ұмытып кетіп жүрме, администраторыңа айтайын ба дедім. Жоқ, брат, өзіміз ғой. Онда сен администратор номерін берсең, мен администратор. Администраторында номері бар ғой менде. Соңғы бір аптада мен өзім жалпы уақытыма жауап беріп жатқан жоқпын, соны ескерте кетейін. Шынымен ба? Бүйтіп қалдым, ұйқым деген бүйтіп кетті, қайтадан түнгі. Администратор керек нәрсе ме екен, негізі керек. Шүкір бар жақсы ғой, бәрі. Ақшаң болса, конечно. Ешкімге өнбей нетіп қалдым, андай уақытымды желе алмай қалдым, ұйықтадым, бүйттім, демалдым в общем айтқанда бір апта. Сосын мына сен шақырдың ғой, осы жерге келем деп қай күн екені есімде, бірақ енді саған уәде берген. Барам ғой, айтқан уақытта пока босым ғой, ешқандай ештеңе шығып жатқан жоқпын дедім да, студияға барып тұрғанда сен звондап тұрсың. Мынандай жемпірмен жүрмін ғой, мынандай 36-дағы аға болып тұрмын ғой, пахан болып тұрмын кәдімгі. Мынандай жемпір. Одан да үлкендеу. Микрофонға қолыңызды алайын. Осыған микрофонға сөйлесеңіз. Бұл енді бұл жемпірдің тарихы бар. Бұл енді бастаймыз ба? Десең ортасына келіп, бастап. Қалжыңдаймын. Сөйтіп, сен ұмытып қалып, мен саған хабарласқан кезде түсірімге есіме түсіп, сосын жаңағы мазалайды ғой, енді жаңағы мен айтып қойдым, істемей қалсам қаншалықты жаңа еще анандай мотивационный видеолар көресің ғой кейде. Доверие деген ана бір не тұрады, стакан. Доверие деген құттай сіңіп кетеді, сосын азайып қалады ғой су. Соны көргенсің ғой еще, сол видеоны сен хабарласқанның алдында. Дархан жіберген жоқ болса. Сосын ана стаканнан ұялып қалдым, видеоны қарап отырып. Енді доверие азайып қалмасын. Дарханға қарағанда стаканнан ұялдым. Сол стаканды алып келдім, жаңа шығарсың. Достығымызға сыза түспесін деген ниетте енді. Сосын жаңағы енді айтып қойғаннан кейін барайын деп уәдеме тұрмай қалған адам болмай. Соңғы уақыттар что-то бүйтіп айтып қойған нәрселерім істей алмай қалып жатты да, сол өз-өзіміз андай
жазғырып жүреді ол сөйтіп сразу айттың ғой ұштың ғой шыққым келдің ғой Иә, вообще келсем дәулет менен кейін келіп тұр шүкір аллаға дедім да жоқ мен осыған дейін бір түсірілімде болдым, менде әжептерім қазір түсірілімдер көп. Это бәрі занятой. Дәке неге самоутверждаться етіп отырсыз өзіңіз үшін? енді үйдегілер көріп әйтеуір. Мынаны көріп па именно түнгі студияда емес. Жалпы жауапкершілік жайлы әңгімені жалғастырсақ, шай әңгіме дегенге енді қатты Оқиға ма? жоқ, бір жалпы жауапкершілік дегенде мысалы қазір енді бәріміз 30-дан астық. Сен дәкеңе айттың ба негізі Форматты айтпаған болып тұр ғой. Жалпы одан содан қызық әңгіме шығару шығар деп ойлап отырмын. Осы бағдарлама подкаст болды. Мен бастап алайыншы. Соны айтып отырмын. Өйткені біз уже где-то бір 5 минут сөйлесіп отырмыз. Әлі көрермендермен де амандасқан жоқпыз. Таныстырайын. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қазақша түсінетіндер. Иә. Сакені сөйтіп пішеді. Бұл шай әңгіме жобасы. Дәкеңнің жауапкершілік туралы әңгімесін үзіп тастадық. Жоқ, осыдан кейін официально ашып алдым. Сен айтсақ қойшы жауапкершілік туралы. Примерно маған. Білеміз ғой деп ше. Мынаның предысториясы бар ғой ше. Мынаған қараймын ғой, иә. Иә. Біз Алматыдамыз. Біздің операторында жауапкершілік енді қосылды. Әңгімеден еске түсіп кетті ғой. Шай әңгіме жобасы. Бүгін бізде қонақта Еркебұлан, Дәулет, Ақболат және де Айдос. Қолы бос осыларымыз ғой үшін Алматыда қазір. Жоқ, мысалы Дәкең өз съемкасын тоқтатып ортасында аяқтадыңыз ба? Аяқтап. Түнгі студия? Жоқ, түнгі студия алдағы уақытта жазылады. Мен бір былай айтсам болады. Аяқтап. Алдағы уақытта бір үлкен екеуміз бір студияда ол жайлы әңгіме қылдық. Балалар әлемі жайлы. Соның біз ақырын жалпы әрі жарнама, әрі не үшін ол жолға қарай қадам басып жатырмыз. Соның ақырын қазір байқасаңдар андай видеода, TikTokта, Instagramда андай бар. Камера былай қарап тұрады. И өзі былай қарап тұрады. Өз-өзіне интервью беретіндер ме? Иә. И маған сол формат постоянно қызықты, бірақ сөйлесетін адам жоқ. Жоқ, айтады да, типа, біз бастапқыда 1,5 миллионға машина алдық әйеліміз екеуміз. И екеуміз шешім қабылдадық. Біз бірден қымбат машинаға ұрынбаймыз. Ақырын 3,5 миллионды қаламыз, потом 8,5 миллионды қаламыз. Міне қазір шүкір 10 миллионға машинамыз бар деп сұхбат беріп отыр да өткенде біреу. Енді мотивациялық сұхбаттар. Бірақ сол видео немесе мақтаныш. Мүмкін мақтаныш, қағанатта отыр ма? Иә, мен өзім жалпы мотивациялық мынау көп видеоларды қараймын, лайк басам, сақтап қоямын деген сияқты. Бірақ қазір өте көп болып кетті ма, сондай бір не болып кетті. Мен де соған қосылайын деймін. Жоқ, мен өзімнің жобама алдын ала түсініктемелер жазып келе жатырмын. Ол алдағы уақытта жарық көретін жоба. Тамаша, әп-бәрекелді. 4 ай бұрын бас. Жоқ, юмор емес, ол жерде жоқ, пародия ештеңе жоқ. Өнерге, жалпы мен кіммін? Потом өнерге не үшін келдім? Неге, қалай келдім? Сен кімсің? Қайда оқыдым? Жоқ, мен Құдай қаласа құрметті көрермендер, Дәкеңнің курсына жазыламыз. Жоқ, курс емес, жігіттер. Бір жоба, ол құпия ретінде қалсын ба? Құпия емес. Алдағы уақытта көреміз. Фильм бастағымыз келіп жатыр. Құтты болсын. Онда осы орайда мен өмірімде бірінші рет, надеюсь, құтты болсын. Авторлар бар ма? Продюсерге аты бар ма? Әріптестеріңіз жазып отыр, квенчиктер. Аты бар ма? По кругу. Аты жазылып жатыр. Соңғы мынау бизнес по-казахски Бразилиядан жазған жігіттер бар, солар сол жобадан босатты. Бұхар ма? Бұхарлар емес. Шыңғыстар. Шыңғыс. Бірақ енді өзім кішкене кураторлық өсек айты отырық. Сондай белгілешіміз. Қандай қонақ, сондай әңгіме? Өсекке жақын қонақтар деп отырмыз. Жоқ. Суицид туралы айтып берейін ба? Кино не туралы? Кино жалпы мен осы күнге дейін ойланып жүрдім. Енді шынымды айтайын, ешкім дұрыс түсінбей қалмасын. Менің әзірге басты рөлді өзімді қойып алып, комедиямен үлкен еліміздегі бүкіл үлкен кинотеатрлар сахнасында бәріңді таң қалдырам деуге әлі сәл дайын емес сияқты болып көріндім. Біріншіден. Дәке, мынау қазір бетіңізге мақтаған болмасын, бірақ Төреғалидың фильмінде сіздің образыңыз маған қатты ұнады. Мен өзім жалпы ол образды қалай пайда болып кеткен білмеймін. Негізі обычно біреу болады. Негізі Дәкеңмен интервью болды. Бағдарламамыздың қонағы Дәулет Бижанов, қош келдіңіз. Жігіттер, мен ойымда дейтін көп әңгіме бар. Даже Абай Омар ма еді? Кім еді өткенде? Омар Жәлел.
абайтанушы абайтанушы жоқ жұмысымен атын қосып жіберіп болмаймын мен мамандығымен иә дәулет түнгі студия ма еді жайдарман есен бе ол кісіден де көп әңгімелерді айтып бере аламын негізі айтқым келсе бірақ өз сендерді көріп замандастарымды көріп құрдастарымды көріп тем более еркін формат содан бір бүйтіп ар жақтан бір әкпілетіп жатыр еді бірден киноды жайлы айтып деп кетті былай деп кетті солай басталып кетті бұл негізі дәкеңді нұреке қонаққа шақырыңызшы толып қапты ғой иә өзі сұрақ қоймай мен барғанмын нұреке деп кімге айтты нұрлан қоянбаев ағамыз үш рет барғанмын қонаққа түнгі студияға бір бөлек жеке бағдарлама керек қой ұят болмасын сияқты ұят болмасын деп шақыра бересің дұрыстың орнына ма айналайын былай болып жатыр шаруам иә жалпы балаларға арналған фильм все соны продюсировать етіп жатсың ниет қылып жатырмыз болсын берекелі болсын табысты болсын киносы жасасын так бұл формат шай әңгіме бағдарламасында жобасында о қанай ассалаумағалейкум о қанай келіп бұл форматтасыз бұл жобада формат бойынша әр адам өзінің басынан өткен оқиғасын айтады не обязательно күлкілі не обязательно қызықты вообще айтпай қойса да болады мысалы Еркебұлан сияқты просто отыра береді кейде иә но бүгін қонақта үшеуің болғандықтан бір оқиғадан айтуға болады өткенде сен бірінші бағдарламада деген мен тамақты кәдімгі шай деп опырыппын ғой осы оказывается мен шайға осы бағдарламаға шай ішуге келетін сияқтымын ас болсын брат өйткені мына дастарханның бәрін дайындайтын сәлден кейін ас ішеді ма үйдегідей ғой бәрі ниет дұрыс та даже мандариндар ана чайникті ала салайық па қасымызға құйып отыра бергенге иә анда ішінде бар ма әкеш қоя салшы мына жерге мына жерге қойшы мен құйып отырайын да мына жақтан бер жақта көпшілік жатқан сияқты просто шығып келемін 5 минутқа дейін чайникпен бағдарламаны өзі болды кадрдан шыға сал так в общем мен бір қысқа оқиғадан бастайын давай ары қарай всегда енді семьясымен осында жүр ғой енді осындамыз ғой короче мынандай жағдай болды орик тұра тұр давай шай ішіп алайық өзіме құймағаным шайды перейді екенсіңдер сендер кәдімгі бергенде әңгімелерің қызық болып отыр уже екі кассетен кетіп жатсыңдар тимеш күшті мына монтаждай сол күшті әңгіме болады осының өзі күшті халыққа деген қарап отырып рахаттан короче мынандай болды не айтқыңыз келді жоқ жаңа мен лифтемін өзім шаруаларым туралы айтып кеткен әңгімені алып тастай саласың ау пока может кейін бір әңгімеден кейін келерміз все брат лифтем басы бар иә басы жоқ аяғы да жоқ жоқ дәке монтажбен бүйтіп ортасын қойсын ортасы бар иә ол кезде шайник ляп болып қалады ғой давай мына жаққа чайник вообще оған назар аудармаймыз дәке төменге қоя саласың ба әке біздің жібек жолы давай дәке айтшы кән Еркебұлан тамақ андай неге администратор айдынға назар аударын домашки елестеп кетті сразу ақболат әйел ойнайды ғой бірден ғазиз болып қалдың ба жоқ айдынға айту керек екен келетін қонақтар кәдімгі ішіп жеп кесін деген сияқты жоқ кайф осыда деп сол үшін ғой тамақ кстати жегілерің келе ма жей беріңдер жейміз әлі магазинский емес үйдікі деп бля не айтып кеттім ауылдағы аташкалар бар ғой менде де бір кринжовый шутка бар еді негізі жоғарыдағылар да жеп жатыр короче мынандай жағдай болды мен семейде универ бітірген кезде компьютер сатып алдым да сөйтіп диплом жаздым сол компьютермен өз күшіңмен компьютер сатып алдың ба иә официант болып жұмыс істедім КВМ-ге тойға шықтым сөйтіп иә в общем менде айтайын дегенім ана компьютерді мен өзім сатып алдым қанша алдың 102 мыңға ол кезде жылы 2011 нормально иә мощный компьютер алдым иә сөйтіп курсовойымды дипломкамды сонымен жаздым да ноутбук емес компьютер стационарный компьютер стационарный системный блогы бар микролап дейтін колонкалар бар ана экранның арты үлкен ба жоқ плоский сол үшін ол 102 мың 2 мың артық па сөйтіп компьютер сатып алдым одан кейін оқу бітіргеннен кейін өскеменге жұмысқа кеттім и компьютер үйде шаң басып тұрды просто үйде тұрды 102 мың теңге 102 мың теңгелік компьютер сонда реферат бір ақ рет шығардың болды ма жоқ дипломка вариант болды 102 мыңға неге сатып алмадың 100 мыңға не қара міне әңгіме осыда біз ары қарай кетіп бара жатырмыз әңгіменің алдық емес короче 100 мың теңгеге дипломка сатып алуға болады жан жаққа жылжи берейікші иә дипломка сатып алуға болады либо компьютер сатып алуға болады и мұғалім айтады мен мұғалімге 100 мың теңгемен барып тұрсам ол айтады неге жазбайсың дейді өзің айтамын менде компьютер жоқ лучше 100 мыңға компьютер сатып ал да дипломканы өзің жаз дейді сөйтіп барып мен
компьютер сатып алдым. Өте жақсы айтқан. Мұғалім да то сені ойлап тұр ғой. Иә. Мықты мұғалім екен Е, анда. любимчик Мен ғой, мамам ол. бірақ десе. Атын айта салшы сол мұғалімнің. Есімде жоқ. Ой. Гүлмира екен білем фамилиясы. Адам болуға көмектескен Гүлмира. апай. Тәте, сіз күшті мұғалімсіз. Есімі Гүлмира. И сөйтіп сол компьютер, айтайын дегенім, менің компьютерім үйде жұмысы шаң басып тұр, Семейде. Мен Өскеменге жұмыс істеуге кетемін. Сен шаң емессің. Иә, жұмысты қозғаласың ғой. Шаң болмайсың ғой, қозғаласың. Сөйтіп, Өскеменде жұмыс істеп жүрген кезде ауылдағы Не жұмыс маған назар аудармауға болады. Өскеменде жастар орталығында істедім. Маман боп. Кстати, осы бұл сұрақ үшін- тұра тұршы, жастар орталығында не істейсіңдер? Ары бері жұмсаласын. Жоқ, шынымен не істейсіңдер? Жастар орталығында ма, мен өзімдікін айтайын, жастар орталығы акиматтағы ішкі саясат басқармасы деген бар, соның астындағы бөлім боласың сен. И солар не айтады, соны істейсің, короче. Болды. Қалада не болады, концерт Жастар болады, үшін не любой мероприятие болады. Жастар үшін мен Өзің мақтанарлықтай. КВН ұйымдастырдым Өскемендегі. Так нормально. Одан кейін Альянс болып ойнаған кезде акиматтан ақша Концерт жылдым. бердік десең. Жоқ, акиматтан бізде бір сезон болды, Шығыс Қазақстан облысының атынан шықтық. Типа мен сөйлесіп ақша бөлдірттім, иә. Спонсорлық сен алып. Иә. Сондай енді 100 000 теңге. Артық бермей ма? 100 000 или компьютер жігіт Өзі таңдаңдар. 100-ге дейін санай алады да сол кезде ойлашы. КВН Тек бірінші жүзек орын алған бала компьютер бердім десе. сөйтіп Өскеменде жүрген кезде ауылдағы нағашыларым хабарласады. Компьютер бар ма деп па? Вот. Оларға, короче, сол кезде Гүлмира апай айтып отыр, компьютер сатып алды. Гүлмира апай компьютер сататын болса. ауылда, короче, мұғалімдердің барлығына жаңа жүйе ене бастады. Электронный күнделік дейтін. И ал менің ауылдағы ағам мен жеңгем мұғалімдер. Сосын айтады, бізге компьютер керек. Өйткені дневник уже электронный, Дарханның компьютері босқа тұр ғой дейді. Маған хабарласа, сенің компьютерің босқа тұр. Давай ауылға салып жер. Мен сатып алуға дайынмын дейді. Нағашым айтады. Мен хорошо, қаншаға? Мен айттым, 100 000 алдым, 50 000 аласың ба деп едім. Давай деді. Мен айттым, өйткені бір жыл өткен жоқ анау. Неге 102 деп шындығын айтпадың? Просто шаң-шаң болған үшін 50 000 теңге түстім ба? Жоқ, туысым болғаннан кейін еще. Оны 25 000 түсу. Туысың. Сәл қызғанып отыр. Егер туысың шаң-шаң болғанда ше деп отырсың. Ойнап айтам. Сөйтіп, келістік, 50 000-ға келістік. Туысыңа болса тегін бермейсің ба, бауыр? Міне қайтадан. Жоқ, ол өзі айтты, мен сатып алуға дайынмын деді. Өзі сенің Өзі ұсыныс мен айттым, мен айтқан жоқпын. Давай беріп жіберем деген. Мен сразу алмайын, давай мен сатып алам деді. Өзі де акиматта жүрген бала ақшасы жоқ деген шығар енді. Жоқ, мен ол кезде нормально таптым. Жегенсің да? Деп ше. Жоқ, ол кезде тойға шығамыз КВН-мен, брат. Сол кезде нормально. Подработка ғой, по-любому. Подработка. Он доход етесің. Сөйтіп 37 000 болды зарплата. Меркантильный тварьлар жинап алған ба? Қанша қалдың компьютерде? Сөйтіп, иә, сәл қалды. Сосын сен Өскеменнен Семейге барып компьютер Жоқ, мен Өскеменнен Семейге всегда суббота воскресенье барып тұрамын демалысқа. Жап-жақын қарасы. Ортасы 100. Жоқ, 2-ақ мың теңге ғой такси. И из-за того, что 180 километр мен демалысқа. Ағаңа да 52 000-ға шығып тұр ғой. Иә. Жалпы есептеп отқан. Өскеменге барып 2 000 қос шал. Таксидің ақшасын 4 000. Қайта 4 000. Дархан сен 50 дедің ғой. Анау НДС сыртында деген сияқты. Миллиондап жұмыс істегендер НДС. Саған 48 аударамын нақ. Сосын достарым мен соңын естігім келіп отыр, немен бітеді? келеді осындай бағдарлама. Сондай ма? Соңы не обязательно. Соңына ұзақ барған жақсы ғой. Иә. Қайырлы кеш. Асықпайды. Сөйтіп Семейге бір демалысқа өте сапалы әзіл болды негізі. Барған кезімде Жақсы көрем. компьютерді орап ауылға салып жібердім. Орап, енді сынып қалмау үшін багажникқа саласың ғой таксистің. Неге орадың? Адиалға, енді дисплей сынып қалмау үшін экран. Коробкалары примерно есік алдына жайды ғой қыста. Жоқ, коробкада емелер кетеді ғой, қыстық заттар дейтін нәрселер кетті, короче. Киімді коробкаға салдың ауылға? Анау пакетке салдың. Процессордікі, иә. Короче, коробка емес, одеялдарға орап жібересің ауылға, сынып қалмау үшін деп. Сөйтіп ауылға. Қандай процесс қалай болды сонда? Сен үйден одеялдар мен компьютерді алдың да, вокзал жаққа бардың да? Жоқ, такси, ауылға баратын такси есік алдына келеді. Заман дамыған ғой, иә. Ауылдың таксисттері бар ғой, күн сайын таңертең бар.
таң 6-та шығады, ауылдан Семейге келеді де кешкі түскі 3-те ауылға қайтады. Бәрі сен үйіңді біледі ғой, в принципе. Аман аға дейтін таксист Есечо. Аман аға. Аман аға. Мұғалімнің есімі есімде жоқ, бірақ Таксисттің есімі. дүние берген адам. Аман Саматович деп. Амансың ғой да, отчествоң кім кәні жазылған ғой, жауапкершілікпен. Ауылға салып жібердім, и енді нағашыма айтамын ғой, ақша қайда деп. Ол кезде Каспий жоқ. Ағам, нағаш ағам тұрады да. Таксиге жүрген. Нағашыларымда ауылда бие сауатын. Типа қымыздай береміз дедің ма? И прикол сода ғой, короче, мен Сен өзің сатып. Шаңбасқа қымызым бар еді. бүйтеді, короче, келесі таксимен салып жіберем деді. Қымызды. Ауылдан қалаға салып жіберем. Салып жіберем деді. Мен ақша туралы сұраған кезде салып жіберем деді. Сөйтіп келесі иғатысы бар дегенім ғой. Қазір тыңдасашы. Ауылдан такси келген кезде мен Семейде болам. Багажниктан, короче, бір бие түседі десе. Жоқ, 25 литрлік бөшкелер бар ғой, пластиковый. Соны салып жүрген ғой маған. Серьезно? Мынаның ішінде 50 литр қымыз. Үш десе. Литрі 1000 теңгеден. Литрі 1000 теңгеден, мынау 50 000 теңге дейді ғой. Екі нені бетонда алюминий тасып жүрсек 52 000 болады. Пластиковый бөшкелер бар ғой. Сөйтіп айтады, на 50 литр сатасың, сол кезде саған 50 000 теңге дейді, короче. Қымызды алып Гүлмира апайға бардым. Содан диплом жазайық. Одан мейіз сұрадым деп. Сөйтіп Өскеменге кеттім, қымыз шаң басып тұрды десе. Оны жиенім сұрады. Кедей ма туысқандарды. Мен саған қойсап жібердім. Короче, сөйтіп таныстарыма звондай бастадым. Кімге қымыз керек? Көршілерге предлагать етесің, магазиндар бар. Ол кезде еще бүйтіп инстаграмға бір жаза алмайсың ғой, просто. Мына оқиғаң бар ғой, мақта қызға ұқсап барады. Ақырын. Алаған барды. Давай айт, қымызды неге ауысып алдың? Сөйтіп, жоқ, қымыздың где-то бір 15-20 литрі кетті, сатылды таныстарыма. И сен неден бастадың, спичкадан ба? Қымызды сатқан кездегі ең проблемасы бутылка ғой. Бутылка бітті үйдегі. И баклашкалар да? Пластика баклашка. Короче, сен былай айтқанда қымызды алып келді, сен баклашкаларға құйып сатуға дайындалып жатсың ба, шыны? Мен, брат, енді маған Фархат деген досым айтты, маған 2 литр керек дейді, мен үйде бутылка табамын да, соған құямын да апарып беремін. Сөйтіп, таныстарыма таратып, үйде бутылка бітті. Сонда сен өзің вообще ішпедің ба? Ішесің енді, ары кетсе 2 литр ішесің ғой, болды, оның қызығы кетеді ғой. Уже желініп атсың ғой дегенім ғой, Иә, ол же әңгіме. Былайда. Ішің ашиды. Басқа жеріне. Воронка болып қалды ма? Сөйтіп, үйде бутылкалар бітті. Бутылкалар бітті де... Ими бутыл қабылдап бастадым. Қанша литр сатқанда бітті? Где-то 20 литрдай кетті дейікші. Жартысы кетті дейші. Сатып атырым, таныстарыма, туыстарыма. Үйтпейді 20 мың қайтты ғой. 17 мыңдай қайтты, 3 литрін іштік деші жарайды. Сонда Өскемендегі жұмыстан шығып кеттің ба? Жоқ. Выходнойда ғой, выходнойда. Мен пятница күн жұмыс бітеді, сразу таксиге отырамын да, пятница күн кешке жақын Семейдемін мен. Всегда. 3 күн Семейде боласың. И подъездің алдына шығасың қымызбен. Сөйтіп отырсам прикинь. И сөйтіп үйде дядькам бар, дядькам айтады ғой, короче, бутылка бітті, расфасовка жасау керек қой товарда. Сатып алады. Жоқ, давай бит дейді, сен мусоркадан. Давай сен маған тағы компьютер жүр, мен саған бутылка жібердім. Мусоркадан бутылка қарап кесеш дейді ғой. Өйткені адамдар мусорға бутылка лақтырады ғой, бос. Серьезно? Біз оны дұрыстап хлормен жуайық та тазартып. Сәл сөйтіп жапсай артын. Не деген антисанитарий деп айтайын деп жатыр. Жоқ, енді далбан емессің ғой, прям мусоркадан алған. Или ана жаңа компьютер беріп жүрген туысқаныңа звондамадың ба, маған баклашка беріп жібер, я болмаса мышканы қайтар деп. Братан, сен братандарыңа өйтіп әңгіме айта алмайсың ғой. Ол просто перед фактым қоя салды ғой. Мынаны сат, ақша сенікі болды. Жалпы қызық сауда болып жатыр екен. Өте қызық сауда. 100 мың дегенде не істейді екен компьютерді басында? 4-не сыймайды ғой деші. Сөйтіп үйдегі дядькам айтады, давай сен мусоркадан бутылка кел дейді ғой.
енді күндіз ол жерге әлі барып бармадың ба мусоркаға? жоқ Орек сен қара дядькамен ақылдасып надан кейін сонда қалай мынау не барасың? мынандай семейный бизнес болып кеткен ба? жоқ нағашы ағам үйде келіп жатады ғой енді просто келіп жазда келіп 2 ай жатады да қайтып кететін дядькалар еще болады ғой үстіне прикол ұстап жатып қарап жүрме сен қалай жатасың? жоқ ол интересі бар ол бизнеста Оның да интересі Долясы бар ма? долясы бар типа темекіге ақша бере саламын қымыз өтсе сондай әңгімелер ғой Онда неге оған айтпайсың баклажка алып кел деп мусордан? бұл уже желеніп жатыр братан ғой. мен саған дядьке деп тұрмын сен дядькаларын жұмсай аласың ба мусоркаға Мен просто андай братан дегенге андай жоқ братан. дядьке деп тұрмын мен саған ауылдағы братан ну по-любому братан Жас бала мусор ұрлап жүрген қайсысы көресің? и сөйтеді де айтады сен мусоркадан барып бутылка жинап алып кел дейді мен жарайды деймін сөйтіп енді күндіз бармайсың ғой лицо деген бар ғой альянс. Түнде барасың. түнде барасың еще бізде семейдегі двор қап қараңғы Еще сен КВН-нан лицоң түрің шыққан кішкене эфирде. иә 2000 нешінші жыл Мусоркада Как раз 12-ші жылы ғой, 12-ші жылы, иә, как Просто раз. Орек семейде тең дворың ғана емес ау қараңғы. иә в целом қап қараңғы Қала мен ойлап қараңғы, тұрмын иә. как раз жарық жоқ Мхм. мен мусорканы аралап бутылкаларды жинап әкелемін қанша табам өзімді орнымда сөйтіп мусоркаға Андай ма қарамай ма просто бүйтіп. жоқ енді іздейсің ғой фонарик қосып ол кезде Фонаригің бар ма Nokia деген. N82 телефон иә Бардың мусоркаға. әңгіме мынада дядька үйде қалады да ол айтады давай мені сыртынан жауып кет дейді мені сыртынан жауып кет өзім барып кел де мен ұйықтаймын короче түн ғой телек көріп отырды мен сырттан жабам саусаққа кілтімді ілемін сөйтіп мусоркаға барамын мусоркаға фонарикті жағып бүйтіп қопарған кезде Тоқташы үстіңде не сенің дата бол саусаққа кілтілетіндей. шорты просто жоқ просто бүйтіп жүресің ғой саусақта міне қалтаңда саусағында ілініп тұр Мына жүріспен мусоркаға бутылка. имеется в виду міне крючок домалақ болады ғой кілт тұр домофондікі тұр саусаққа іле салдым болды әңгіме сода сөйтіп қалтамнан жаз мезгілі екен шортимен шыққан. иә шортымен шықтым қалтамнан қолымды шығарып мусорға салған кезде кілтім Түсіп кетеді. тайып кетеді ғой Ну это логично было. вот и мусорканың қыдың деп түбіне түседі ғой короче анау мусор полный мусорка Бачок байға түсіндің ба примерно? иә тыңғыр ол кезде мусорный бачоктар темір қазір пластик болып кетті ғой бізде темір болатын өртей салатын ғой похуй или ондай болған жоқ па сендерде Білмеймін сонда деп қолдап отырмын мен. иә Әрқашан қолдаймын ғой. короче мен ондай ситуация болды. сен әрқашан жеңесіз ғой аға. кілттің түбіне түскенін естідім енді маған ана кілтті шығару керек Түбіндемін дедім. түскен кезде ма мынау темір екен деді еще Түндемін десең. сөйтіп ана мусорный бачокты құлатамын да қопарып тастаймын ғой Ел сен кәдімгі натуральный болсың ғой. андай ең мерзкий Үйде нағашың ұйықтап жатыр ғой есік қаға салмайсың ба? жоқ бізде кілт андай ғой іштен ашылады іштен жабылады андай английский замок емес іштен былай бұрап емес чисто кілтпен ашылады кілтпен жабылады іштен де сырттан да Семейский замок. иә өте қиын и получается Өте қиын. мусорканы қопарып тастаймын анау мерзость қой андай жидкостьтар бар ғой не жидкость ұстап жатқанын білмейсің ғой мен білем деп ойнап айта алайын. Оның ішінде памперс. білмеймін қараңғы ғой қопарып жатырмын ана түбіне жете алмай жатырмын и осы моментте мусорканың қасынан бір 2 қыз өтіп бара жатады ғой 2 қыз қараңғы ғой Ағай қымыз бар ма деп. сөйтіп айтса ғой Қазір. Ыдыс алып алайын деп. Қымыз үйде кілт жоқ. короче мен ол қыздардың келе жатқанын естіп жатырмын шактарын әңгімелерін естіп жатырмын бірақ та олар мені көріп тұрған жоқ Не әңгіме айтып кетті? Ит деп ойлап отыр. и қасыма жақындап көрген кезде Бұл да ойнатса. ана 2 қыз жақындаған кезде біреу мені көреді де тут помощь пойдем обойдем дейді ғой Ну енді брат. Ну по-любому ғой сен. сөйтіп айтты да былай мусорканы басқа Брат, сен жақпен қарашы примерно көрсетсем мысалы қалай көрсетсем екен. Сен бак жатыр ғой жанымен мысалы Иә. бак сен прям бүйтіп ішіне кіріп бүйтіп ақтарып жатсың ба сондай? қопарып жатырмын Ішіндегілерді шығарып жатыр ғой шығарып жатырмын сыртқа Құлатып алып, түбіне жету үшін иә Енді бомж демей не дейді басқа? енді сөйтіп айтты да тут бомж Білдіртпей. Бомж дегеннен кейін шай ішетін еді. тут бомж давай обойдем деді де мен айналып өтті мен кілтті таптым да сол жерден бутылкаларды алып үйге барып қымыз жиып Шай қоя саламыз. барынша қымыз саттық Жаңағыдай болмыш дегенге намыстанып ше. Мен альянстағы Вообще. дарханмын демедім ғой. где то 10 Мен бомж. Альянстағы дархан. Қарасай.
дәлелдей ма қолында кілті бар жемейді. қолы жеткізіп мына қара мынау мен ортасындағы бөта 15 литрдай сатылмай қалды ғой. ема қойшы ішіңдер ма одан кейін ішіп кетесің ғой бітірдің ба Жоқ, үйде қалды, білмеймін, үйдегілер ішіп салған шығар. Мен такие жұмысқа кеттім Өскеменге. сөйтіп сенің ағашы братан получается 15-20-30 мың теңге минусқа кіріп кеттің ба иә, ну ол үйде тұрған компьютер болды ғой. Просто осындай оқиға. күшті бір негізі өте күшті оқиға. Сенің ағаңның қымыз салып жіберемін деп айтпағаны да күшті. Ход қой әдемі. Қымыз салып жібереміз келіспейтін шығар Дархан. Бірақ енді Гүлмира апай компьютер сатып ал дегендегісі бұның енді ар жағын ойлап, кім білсін, Бомжып кететінін білмеді ғой. Компьютердің арқасында. Андай болады ғой, ол біздің куратор болды, по-моему. Андай любимчиктер боласың ғой. Класста, группада мен сондай болдым. Типа КВН ойнаймын, активистпін. Машина керек болса бір балалардан машина тауып беремін. Сондай. мусордан баклажка қараймын. Бос кезде. Қымыз келіп қалыватқан жағдайда это просто так емес бауырлар десе. Тархан, баклажка керек. Чайник ала сал сразу, иә? Жаңа Мына жерде перебив кетеді андай шай әңгіме деген. Тың музыка кетті. Ал сендерде қандай қызықты оқиға болды өмірлерінде? Оны маған неге қарадың? Обычно ондай пассыз басылады. Дәкеден сұрайық. Дәкеде история көп. Мен отырмын да. Опа. Өтті. Мен андай Айттым жігіттер. қысқа бір оқиғаны айтып жібере салайын да. Оқты. Айдос айтып Жоқ, қандай қызық емес, кілт түсіп кетті дегеннен шығып жатыр да. Құдыққа түсіп кеткен біледі. Су алатын құдыққа ма? Кәдімгі құдық бар ғой, көшеде тұратын ше. Андай не ма? Люк. Канализация. Ма? Ауылда канализация жоқ бізде. Кәдімгі құдық бізде. Мынандай құдықтар болады. Су алатын құдық па деп отырған Жоқ, ана көшеде тұратын, жоқ, көшеде тұратын, ішінде. Не құдық анда көшеде тұратын ауылда? Айналдыратын жібі бар деген сияқты ғой это. Да сондай ма? Ондай құдық қалай түсесің? Андай былай каштайтын құдық емес пе? Ішінде жоқ, ондай ішінде кәдімгі андай нелер бар. Кім ба? Біле бір шутка айтайын ба? Я соған түсіп кеттім. Оңбаған. Өтірік шутка Ауыр, бұны алып тастау керек. Иә. Құдыққа кілт түсіп кетті. Жоқ, мен түсіп кеттім, кілт емес. Кәдімгі андай құдыққа түсіп кеттім. Мен көшеде андай Алматыда кәдімгі көшеде люктар болады ғой. Мен де кілтте отырмын ғой. Мен де сөйтіп отырмын ғой. Мені кілттей беріңдер десең. Құдыққа түскенде шылдыр етіп түбіне түсіп кеткен. Сосын короче бізде көшеде тоже қараңғы ғой түнде. Түнде андай таңғы 4. Аха, былай. Жалпы жігіттер әлеуметтік мәселелерді жақсы көтеріп отыр. Аралда да қараңғы шынымен жоқ, қараңғы ғана бізде жарық бар ғой көшеде, арал сәл жамандағың келмейді. Жоқ енді. Жоқ, андай таңғы 4-те қаланың бүкіл свет өшеді бізде. Уже таңға жақын ғой, жаздың кезі ғой. Сөйтіп көшеде жатыр, досым, Саян деген досым бар. Жамандайды. Бірінші ол түсті де. Жоқ. Сол андай соның көзімен айтып берейін да, историяны ше. Екеуміз келе жатыр, короче. Үйден футбол қарау ма біресе кетіп бара жатыр. Маған сенің көзіңмен қызық отыр по идее. Мен көзім көрмей қалдым. Таңғы 4-те екеуің келе жатсыңдар. Иә, PlayStation ойнап келе жатыр екеуміз. 3-4 сағат PlayStation ойнап, PlayStation клуб жауып сөйтіп келе жатыр, Саян алдымда келе жатыр. Сөйтіп әңгіме айтып жатыр. Бір футбол бір сен бүйтіп машина результаты ма, қара жеп ішті да. Қарап мен сотке қарап кетедім бір кезде. Мен Саян болып келдім, Саянды айтайын. Бір бәле, неше болып кетті. Дауыс шықпай қалды дейді. Просто ема Саян шок кеткен. Сол нәрсе дауыс шықпай қалды, артыма қарайды, бүйтіп жоқ, ешкім жоқ екен. Кәдімгі қараңғыда ше. Бүйтіп сәл деген дауысым шықты да, андай болды еще. Негізі бір сақтап қалған нәрсесі, люктың беті ашық қой. И ішінде андай темірлер бар. Андай бүйтіп ашып жабатындар ше. Акиматтың жанындағы құдық қой. Акиматтың жанында құдық бет ашық тұр, мысалы аралда. Вот енді айтып осы мәселені қозғайық. Шынымен. Жоқ, сөйтті да, и ішінде бірақ жаңбыр жауғанда су толып қалған ғой, жаңағы баклажка бар ішінде. Бля, маған бері жібермедің ба? Дархан, мына толып. Үзбітсе, кілтті болдым десе. Сөйтті да, құдыққа түсіп кеттім, қатты жаңбыр емес, терең құдық емес қой. Сөйтіп қарап шығарып алды, үйге барып. Бірақ малмандай сусың. Травма алған жоқсың. Травма алған жоқсың. Травма болғанда кішкене тізем ауырып қалды. Онда былай ешқандай бір жерім сынып, бір жеріме бір кіріп кетіп нәрсе болған жоқ. Бірақ содан кейін келесі күні ма құдықтың бетін кәдімгі бетонкамен немен жауып тастады. Анау просто көшеде тұрған құдық қой, беті ашылып қалған. Бізде андай ауылда андай нәрселер бет ашылып кеткенде. Иә, андай темірге ұрлап алып кетеді. Темір сатып алған істеуге ұрлап алып кетеді. Андай беттерін ше. Металл olan да. Иә, сөйтіп ананың бетін бетонкамен жауып, содан кейін ешкім түскен жоқ. Сондай түскен шығар. Мен бетонның түскен жоқ, яғни ана бетонкадан тиісіп өтіп кетсе, білмеймін енді қандай адам екен. Мынау енді өте опасно екен, шынымен де қорқынышты ғой. Акиматтың алдында жүріп жатсаңдар егер
аралда ол көп қалаларда ғой проблема аныру крышкасын ұрлайды да металлолом өткізеді, ол ауыр ғой, күшті ақша. Брат, оны ұстап алса, кстати, ол кража гос имущество болып саналады. Ух ты. Ол сен сатып алсаң, саған да не? Неше килограмм болады ол? Бля, жеге қатты обидно емес па, кража госимущество и бір люкпен кетіп баратсың. Черепашки сияқты ма? 10 миллиардта бұрылып. Түрмеге қамап тастамайды ғой, штраф бір бәле сондай болатын шығар. Жоқ, соның өзінде ЗТБ-ға шығып кетсең. Жоқ, именно гос қамамайды андай, соның орнына өзің жатасың. Люк болып па? Енді люк сен. Адамдар басып өтеді сен. Өзі жатыр еді, мынау келді, екеуі бірге түсіп кетсе. белі шыдамай. Құтқаруға тырыстым. Баклаштар толы бар. Қай жылдары болған оқиға ол, Айдос? Бір 17 ма? Осының желісімен бір қойылым қоюға болмай ма өнер хандарына? Қойдық қой түсің. Қалжыңдап жатырмын, қалжыңдап. Кстати, неге екен айтасылай көрермендер үшін? Неге өнер қырандары туралы әңгіме қозғалды? Себебі Айдос? Иә, Айдос өнер қырандары театрының бірнеше қойылымдарының авторы. Жоқ, Айдос жалпы өнер қырандарымыз біраз жерде автор. Жоқ, енді неге өнер қырандары себебі? Оқиғаңызды айтсаңыз. Тың перебивка оқиға не болу керек, обязательно бір тереңіне түсіп кетіп. Жоқ, Даки, өзіңіз үшін не қызық? Люк дегеннен шығады, самолетте келетін десең де, братан. Жоқ, самолет не істесің? Жоқ, мен өмірімде бір естен кете қоймайтын бір оқиға, осыдан Байқоңыр деген жерге, қалаға. Қызылорда облысында. Иә, түнгі студияның уақытысы, ол кезде Астанадан и Байқоңырда бір таныс жігіт үйленіп, ертеректе айтып қойған, тойына бару керек болдым. Жүргізуге Байқоңырға. И сөйтсем Байқоңыр, мен Шымкентке билет алдым, Шымкенттен ары қарай пойызбен 2-3 сағатта жетемін десем, оказывается 12 сағат па, Шымкенттен ары қарай 12 сағат екен ғой. Сіздің жоспарыңыздан уже тайып жатсыз. Иә, сонымен айтып, қалай болады енді, сол күні естігесің ғой, көнбейтінем ғой. Той болатын. Иә. Жоқ, пойызбен ұзақ жүретінді де. Сосын СВ-дан бәрін алып берген, күшті, сосын бір ана неге. Сонда олар да билет алып жатып ойлан болған ба? Жоқ, мен болды, ала бер, анау өте бер деген. Бірақ мен лично өзім Шымкент пен Байқоңырдың арасы пойызбен 12 сағатқа жуық дегенді мен сол кезде білген жоқсың ол факт. Вообще, мен Қызылорда, жап-жақын Шымкент деген сияқты түсінік болған. Сосын жолда кетіп бара жатып, енді ар жат, бер жат, қой ресторанға барайын деп кетіп бара жатсам, ресторанға. Картаға қарамаған екенсіз ғой. Вообще. Қызылорда мен жүрмін. Ресторанға кетіп бара жатсам, ресторанға бара жатқаныңызға қарағанда қатты уайымдамаған сияқтысыз ғой. Жоқ. Уайым сейілтейін деп бара жатқам ресторанға. Сөйтіп бір купенің есігі ашық екен, бірақ деп қалды. Сонымен балам. Сонымен сен қалай, жағдайың қалай, жақсы өзіңіз қалай, балам. Танып тұр бірақ до конца танымайды. Сонымен келіп отыр, ресторан не қыласың деп, сонымен шай қойып, ана үлкен кісілер жолға шыққан кезде, тем более кішкентай баласымен шығып. Күшті тамақтар алып шығады ғой. Кенжесі ма, бір ары бері жүгіріп жүр енді. Сонымен жаңағы упаковкадан ашқандайғы деп ашып, ана әйелдер, қыздар істейтін пакинчик. Серьезно ма? Бәрі істейтіміз? Бір бәле деген бар еді ғой. Пакинчик? Жоқ, бір бәле деп айтады, новый зат сатып алғыңыз не деп айтады? Анпакинг. Қой десе. Салиқалы болып отырсың. Пакинчик бола берсін. Пакинчик. Новый сөз пакинчик. Сол сияқты ашып жатыр, тамақтарын ше, селедкаларын, андайларын бәрін ашып ұрап, балам. Әлі таңбай. Сол. Ол да айтпайды. Өнер қалай дақ бар. Балам деп жатқанда бір. Өнер жақсы. Құранды да білмей тұр ғой, өнер қалай. Жоқ, жалпы өнер қалай. Жалпы өнер сұрап жатыр ғой. Өнер. Прикол айтып. Сен жақсы көреміз, балам айналайын, кел балам деп, көкеңмен суретке түсіп ал деді. Мен мына баламда да андай бір не бар, жақсы не қылады бұл да, ән айтып көрсетші деген жоқ. Өткенде анау қаяқта неге қатыстың деп баласын ше, анау пап уж сәл ержетіп жатқан бала ғой енді. Пап деп баласы вообще қызық емес болып тұрмын баласына, көкеңмен кел, көкеңмен қасына тұрып ал деп бір түсіріп ал енді қазір көкең сәлден кейін саксофонын алып келіп бізге бір ән айтып береді. Серік Ибрагимов деп ойлап тұр. Мен біраз өнердің жаңалығын айтып тастаған маған ше. Жайлап саксофон үйреніп бастадым деп. Сонымен анарда сразу ана баланың желаниесін, ана ағаның ішіп жеп қойғаның бар. Бәрі битсе да, дәкеңші ана көңілін қимашы.
сонымен сонымен жаңа ішіп жеп қойғаның бар, селедкілері бар ішінде. Сонымен бәрін бірден жоққа шығаруға ақтау керек. Жоққа шығаруға ұялып, сәл даусым жеңішке етіп, болды аға, жақсы. Сөйтіп сол бойда көпесіне оралмай қойғансың ғой, саксофон алып келем деп. Сол кісімен көріп қалған болса. Тексеріп ем, жақсы пародист екен десе да. Сөйтіп Серік Ибрагимовке ұқсатқаны бар. Сөйтіп тойға Серік Ибрагимов болып түстің бе үшін? Жоқ, тойға да сөйтіп шақырған болса. Тойға үлгердің ба в итоге бір? Жоқ, тойға спокойно, бәрі заранее алынған. Бірақ Байқоңырда өмірімде бірінші рет той жүргіздім. Скорее всего, последний болады ау деп ойлаймын сол той. Бұдан кейін шақыртуда түскен жоқ. Негізі ол жақта жаңағы радиакцияға байланысты. Ол жақта сосын мен Серік Ибрагимов деп танайды екен. Жоқ, жаңағы ауа райына, экологияға байланысты ол жақта жалпы көп 100 граммдатады екен. Жалпы жұмыстан кейін так қандарына көп өткен бе, көпшілігі қазір енді ондай емес шығар. Ондай емес болу керек. И сол кезде бір тойда прикинь, орыстар көп қой. Бастайын деп жатсам бәрі мас қой. Сосын іштім Тойдың басында. Бастайын деп жатқан кезде уже біраз мас. болған Байқоңырда. Қалай байқадыңыз? Қалай байқадыңыз оны? Уже кетіп жатыр ма? Қалай байқамай? Байқайсың ғой? Әлем! Тамада сес қойғаншы. Иә. Светик кеткен жоқ па? Кешірші. Енді сонымен әлем деп жақындаған кезде байқайсың ғой, ішінде бір-екі помидорларды көргеннен кейін түсінесің ғой. Селедка бәрі шығып жатыр. Бәрі осы жерде жүр ғой. Шағын сауат болып тұр, микрофон бас. Иә, сонымен жоқ енді ол бір жаман ойлап қалмау керек, өйткені ол жерден біз хейт ұстап қалмауымыз керек қой, өйткені Байқоңыр жалпы жергендігі деп айтылады, жалпы Төретам деген жердің шетінерді ақтамайды ғой. Жоқ, жалпы барлығы ондай емес дегенім ғой. Просто сондай тойға сондай болып қалды, иә. Жалпы енді жалпы бізде Оралда жалпы орыстармен қатты жақын араласқан солтүстік өңірлері бір жақсы шеті ғой, оны мойындау керек. Мен өзім Оралданмын ғой, білемін ғой. Ақсайданбыз. Ақсайға да барғам тойға. Бұл жақта енді тойдың басында мас болмайды. Жоқ, тойдың жақсы той өте жақсы болды, бірақ жағдайлар жақсы сияқты ма деп қалдым. Өте жақсы, өте жақсы. Биік машинамен жүреді екен. Ау. Ной ма газда? Нива ма? Газ. КПО, Карачаганак петролиум, газ. Саньонг. Сондай жолға жүрге арналған Саньонг. внедорожник. Сосын жалпы батысты байқасаңыз, өзім сол жағы қырын жақсы көремін батыстың. Именно Орал жақтың. Кішкене жұлдыздарды шақыруға тойға кішкене жоқтау біздің халық. Оралда ма? Иә, ондай қалай айтса болады. Қазақылық фонд аздау бізде. Бар ондай. Айтпаса ақша бар, өзіңіз айтып тұрғандай көрдіңіз бе? Ақша бар. Оралда ма? Орал емес, Ақсайда айтып тұрмын. Ақсайда туған жерім. Жоқ, радиолары бар, телевизиялар бар. Өзімен өзі ғой, бөлек қала. Население қандай? Неше? 70-80 адам тұр. Аудан жақсы бай жер. Сосын батыстан мен Жаңаөзен жақсы көремін мысалы. Бір оқиға болған, жақсы көруге себеп болған. Помнишь, баяғыда бәріміз кездесіп қалдық бір ресторанда, бір неде жаттық, қонақ үйде. Назар аудар, талпа, өнер қырандарын бір-екі азамат, Нысананың бір-екі азамат, Қайрат Әлдігерей. Ол жақта не істеп жүрсіздер концерт? Науқан ғой яқты, жаңа жылға қарсы. Жаңа жылдық корпоративтер. Әншілер, екі тойхананың ортасында кездесіп қалып, сен анадан кіріп шықпа, мен анадан шығамын өтіп бара жатып па, не прощаемся? Өте жақсы тойлатады. Ол да дұрыс шығар бір шетінен. Кімнің өнері шығып бастайды, ең бірінші шақырып бастайтын Жаңаөзен. Ақтау сол жақтар. Иә, жаңа жылға қатысты көп пікір бар ғой, десе де, бірақ жалпы отбасылық демалыс. Мысалы, мен бір лаунж бардың ашылуына сай бардым да, и ары қарай жаңа жылдық кештер 6-7 күнге ма барып алғам құрсын. Енді первый 2 күн қатты өтпеді. Потом басталды уже как просто отдельно семьялар дастархан заказ береді и өздері отырады. Потом компания, өзен мұнай газ, өзен. Тоқташы братан, семьялар заказ бере мұнда же? Иә, мысалы вот құрдастар, класстастар чаттары бар, там давай ел бала-шағамызбен барып бүгін сұрда отырайық. Ана ресторанға Дәулет келіп отыр екен ғой, барып. Иә, күшті да. Просто күшті праздник, мейрам қылып алады да өздеріне. Жақсы ғой енді бір шетінен. Бір шетінен сөйтіп бір күн 3-4 күн жүргізіп жатқан кезде енді уже үйреніп қалғансың, режимге түсіп алғансың. Короче, таңға дейін жұмыс істейсің. Таңға дейін кетіп қалмайсың енді, жалпы ұйықтамайсың, таңға келесің, бәрін көресің, жүресің. Иә. Сосын бір күн қасымда Нематов Ерлан бар, сөйтіп әңгіме соғасыздар жаңа. Иә. Қонақ үйде. В общем, бір күні қонақ үйде әңгіме соғасыздар. Иә, жоқ, бір мероприятие бітті. Жоқ, ішіп жатқан бізде.
жоқ жігіттермен айтқаным көрісіп тұрамыз деген ғой. Сосын одан кейін бір сол бір кезекті күндердің бірінен кейін ұйықтап жатсам тұрдым, кішкене тұрғанда адам бүйтіп тұрып деп тұрып кетіп қалмайсың ғой. Блогер бар сияқты. Бір тұрасың да деп былай қарап жатасың деген сияқты. Сосын бір тұрамай былай қарап жатып қалып белдерімді ыңғайлаймын дегенше сол екі ортада тура мен сияқты тұрады екен деген. көзімді ашып қарасам нөмір үлкендеу, бірақ қандай жерде ол тура осындай бір гостевой диван тұр да. И бүйтіп бір қарағанымда 3 жігіт отқандай болды курткамен ше. Сен ұйықтап отқаныңа қарап номерда или нөмірде? Нөмірде жеңеше үндестік заң. Жігіттер, дұрысын айтайық, нөмір мю. Жоқ, фикснеймін. Жоқ, номерға. Бір уточнение. Сен таңда номеріңе кіріп, есігіңді жауып, жоқ, ладно. Жалғыз кірдің ғой. Көмекші болатын. Ерлан болатын. Жоқ, Ерлан деген, Нематов Ерлан деген жігіт болатын. Иә. Бірақ тұрсам ол жоқ. Жігіт саған диванда қарап отырмады. Иә, әбеткі бір 12:30 бірлер шарамасы ғой. Иә. Иә. Жақсы ұйықтадың деп па? Сіз тыржалаңашсыз ба? Ой, жоқ, кәдімгідей Қасым шалбармен қалың киініп алған. Халық қарап отыр ғой, қалай қалай ұйықтайсың? Жоқ, түрсімен ұйықтайсың ғой адам сияқты. Аналардан ұялмайды, Серік Ибрагимов болып тұрса. Жоқ, қызық ол жерде емес жігіттер. Бабчикім бар бірақ. Енді оянған кезде 3 адам отыр. Давай жалғастыр. 3 жігіт. Иә, 3 жігіт отыр. Ой деген жүйрік қой құрсын. Кеше кімге не дедім деген сұрақтар. Түрлері қорқынышты ма? Жоқ, отыр просто. Телефон шұқылап отыр біреу әшейін. Жоқ, неге бірден андай кімге не дедім да опускать еттім ба дейтін ой кетті ғой. Не болған? Енді жаспыз. Жоқ, может, номерге сөйтіп жаспыз, может, номерге 3 жігіт шақырған шығар. Десең. Жоқ, давай. Оған ешқандай реакция бермеймін. Иә, Құдай сақтасын. Иә. Неше түрлі адам көреді, да? Вдруг там көріп қойып. Или олар болған жоқ номерде. Өмірде де десең да. Жалпы деген. Сөйтіп сосын ой жүйрік қой, кеше кімге не дедім, кімнің қарындасына, кімнің әйеліне артық айтып қойдым, бели біреу. Әке, сен, братан, просто уже мыналар конкретно бір неге отыр деген сұрақ қой. Өйтіп бір нәрсе айтып қойсаңыз өйтіп күтіп отпайтын шығар олар. Бойым суып кетті. Осы мезетте ұйықтап жатқан сыбатсыз ба? Жоқ, ойланып тұрып. Қарамай тұрмай қойса. Жата бермейсің ғой, сол кетіп қалғанша. 2 секундта келетін ойлар ғой. 2 секундта ми деген сен ми бермеусің де десең. Жоқ, ондай ситуация болмапты, просто 3 жігіт номерде жататын менде ше. Жоқ, ол болмай-ақ қойсын десең. Мен ол жігіттер танитын. Сосын жоқ, енді сөйтем де риск тұрамын да. Ассалаумағалейкум жігіттер деп білдіртпейін деп енді шошып қалмаған бұл да. В принципе, это нормально деген сияқты. Иә, жайшама деген сияқты. Күн сайын 3 жігіт отыратын сияқты, иә. Ана номерге біледі ғой, ақыз 1000 адам кіріп шығып. Ең күлкілісі болғанша. Ана 3 жігітке бәрі нормально болып тұр ғой. Сөйтем де жайшама жігіттер сен біреу бүйтіп самайым дейді, ақ батыс жігіттер самайым. Нормально, сен дейді, анау сен осындай кейін естіп едік қой, соны кешке таман мақан әбетке шақырып жіберейік деп еді ғой тамаққа. Кешке таман әбетке? Жоқ, қазір сен әбетке шақырып жіберейік деп едік қой тамаққа. Пилдер сондай ғой. Сол ұйықтап жатқанын көріп, оятпай ақ қояйық дедік қой дейді да. Базар жоқ. Сонымен тұрып алып душқа түсіп қай адрес деп. Сөйтіп одан кейінгі 3-4 күн тек қонақтықпен өтті менде. Прикинь? Аны танымаймын. Кешке корпоратив, күндіз қонақтасың. Жоқ, брат, оянасың, 3 жігіт отырады, тұрасың. Иә. Ассалаумағалейкум. Тұрам, оянам, 3 әже отырады. Кетем. Тұрам, иә. Қалжыңдаймын енді. Бірақ анау естиді, мысалы 3 жігіт, біреу анау шақырды, потом анау көрші. Ана балдар өсек таратса да, номеріне барып отырсаң, өзі бара береді. Сонымен прикинь, полный қайтарға дейін қонақ болып кеттім әбетке. Тамаша оқиға. Сондықтан мен қонақжайлылық туралы ең керемет оқиға. Риза болдым. Процесі қызық екен. Енді қалай айтсам болады енді ол деген. Олар дейтін андай дым не санамай тұр ғой енді. Қазақи көңіл. Пейілдер олардың. Енді қанша жылдар бойы. Білмеймін, может Ерланды көріп директорыме оянады, бірақ оятпай ақ қойыңдаршы. Может Ерлан отыра беріңдер деген шығар. Может быть, ол жақсы көреді. Білмеймін. Сондай бір өзімде бір қызық оқиға болған. Мынау күшті оқиға екен негізі. Өмірінде оянғанда шүгіт жатса. Сол ғой. Отырса ше саған қарап тесіліп. Ана төртіне кірсек ма? Жоқ, просто мынау кішкене ертең
әдейі осы оқиғаны айттым ертең қаралымға неге көмек давай ертең жаңа жыл жақындап келе жатыр. сен білемін ғой ертең сол жерін саласың 8-700 бір бәле нарезкаға ма? иә біліп отырмын ғой құсын. Так, чай құйып жіберейік бір или че? Нормально. Все. Негізі нормально, иә. Негізі нормально, керек емес Аида. Әңгімен үзбек. Тың перебивка кетті. Ал Ақболат. Тың Ақболат. бір тапер алыңызшы. Ақболат, сізде қандай оқиға бар? Бар ғой. Жаңа сен айтты звондаған кезде, кстати, сол жағына бас жағына бір барып кетейінші. Жаңа мына жемпір бар ғой, 36-тағы ағайдың жемпірі, кәдімгі тоқылған қалың жемпір. Сосын бүйтіп қарап тұрмын, шақырып жатыр, Дархан шақырып жатыр. Не бар екенін? Еламан. Графтар сияқты. Брат, ана не ма? Алсудың клипіндағындай жемпір ма? Вязаный ғой, брат. Алсудың клипінің жемпірін тауып алған. Кәдімгі папалардың жемпірі болады ғой. Бүйтсең мына жерге. Мына жерге былай скринін шығарамын Ақболаттың фотосының. Бар ма ол фото? Иә, мен жерді видеосын жібереді ғой. Мынандаймен жүрмін дедім да, мына видео жібердім да сразу. Мынандаймен жүрмін, қалай болады екен деп. В общем, сылтау таба алмайсың. Сосын жан-жағыма қарадым, ана жерде енді біздің офисіміз ғой енді. Сосын костюмерден сұрадым, біздің костюмдарымыз осы жерде ма деп бүйтіп қарадым, андай қатты киетін ештеңе жоқ. Шашымды да жуғым келіп тұрған жоқ, сондай бүйтіп қарадым да. Төкен тұр екен. Бүйтіп қарадым, мынандай күшті спортивкімен жүр екен. Пеш киіп барып келейінші. Бәсе Төкеннен көрдім мен. Соны мен бір жерде көріп қабдолдық ма дедім ғой. Мен бүйтіп киінбей келіп біраз болды. Мен бар ғой, қазір стиль бар ғой, айтып тұрмын ғой. Ерініп қалыппын, бір андай бірдеңе құрастыруға бар ғой. Киім аралауға қазір вообще желание жоқ. Жас емес па? Жас келген сайын емес па? Скорее всего ақша азайды десең мен айтамын. Жоқ, жас шығар, жас. Ақаста ақша азаймайды ғой. Бай адамдар. Мен білуімше секонд хендтан да киіндің. Мен вообще ақша жоқ кезде бар ғой, жаман киінетін мен нөл кезде де. Просто ол мәселе емес, андай не жоқ. Бір киім қарайтын желание жоқ бар ғой. Иә, сондай менде де почему-то. Мән беретін. Айнып біз киім шығарып қоя қойшы, осындай ма, давай, все. Короче, уже бай екеніңді дәлелдеудің қажеті жоқ қой саған. Может быть, байған сайын бәріміз недолюбленный балдармыз ғой негізінде. Солай ғой. Андай детский травмадан болады дейді ғой, бір андай внимание іздеу мүмкін жақында бір көріп едім. Может быть, бірақ содан да шығар. Әр нәрсенің қайыры бар болып тұр ғой. В общем, детский травма демей, любой нәрседе любой нәрседе қайыр бар. Егер біздер андай мүмкін үйдегілер ондай бір мүмкіндік болған жоқ қой. Біздің кезіміздегі көп балдар недолюбленный ғой. Соның әсерінен болар. Просто уақыт болмады ғой, махаббатқа уақыт бөлетін енді шынымен жұмыс, тіршілік. Заман сондай. Вообще махаббатқа уақыт бөлмегенсің ба сонда? Жоқ, ата-анамнан айтып отырмын. Маған деген енді в принципе папам ата-анаң махаббатқа көңіл бөлмесе сен қалай дүниеге? Жоқ, сол кездегі мимолетный махаббат болып тұр ғой. Дұрыс па? Тәпілеп бөлген ғой. Сенің стиліңе резкий махаббат қой. Жоқ, өз біздің бала күні өсуіміздің өзі өте қызық қой. Мысалы мен бүгін ғана біреуге еске нешінші жылғысың? 91-мін. Айттым ғой кәрі емес деп. Жоқ, білмеймін мен таңғаламын. Шашын бояп алған. Соңғы 5 жылда мен түрім өзімнен алдыға қарай кетіп бара жатыр, мен оны сеземін. Жаңағыдай қандай ортамен араласасың сондай ғой. Үлкендермен аралассаң уже үлкен болып көрінесің деген сияқты. Түрің ба? Түрің үлкен болып кетеді ма? Мен Мейрамбекпен сөйтіп араласпа деп. Қойыңдаршы. Сөйтіп сен ондай өнерің бар еді. Иә, сөйтіп Тоқаевтың походкасы. ертерек қартайып бара жатқанымды айтайын ба? Мен ойлаймын бұл жақсы. Біріншіден қартайған ба? Әрленіп бара жатқаның, еркек болып бара жатқаның шығар бәлкім. Жоқ, кәрілік деген өте жақсы нәрсе ғой жігіттер. Иә, тағы да бір кәрілік туралы бір оқиға айтайын деп тұр едім, ол клубқа қатысты болғаннан кейін айтпай ақ қояйын. Біріншіден мен де ондай бағдарламаны жүргізген. Екіншіден ол таңғы бағдарламаларында мен ойлаймын сол бағдарламалар қонаққа шақырып гонорарын төлеп шақыру керек қой. Оған біз келеміз. Өйткені уже мен естіп жатырмын, Нұржан Керменбаев сұхбатына ақша сұрайды мысалы. Оны мен жек көрмеймін. Ол да дұрыс шығар. Иә, біз енді замандаспыз, таныспыз, бір-біріміздің. Қанша бересің? Ақымызда емес бізге. Шай? Сосын жаңа мына дастархан беті 40 мыңға жайылып тұр просто. Төртке бөліп алдыңыз. Мен қателеспесем жігіттер, Ресейде, по-моему, Ресейде мысалы определенный анау айтқан гонорары жоқ. Мысалы осы жобаға келем ба, маған карточкаматтан не знаю 18760 теңге түседі. Намек. Ана съемкаға барам. 19 бар ма бізде? Жоқ, дәке. 18 мың. 760 бар менде. Жоқ, жалпы деймін да, сондай. Сосын сен сұхбаттарыңа байланысты, неңе байланысты, атаға байланысты, былай сондай қарастырылған екен. Дәке, менің ойымша негізі бұны бөліп жарған дұрыс сияқты, братан. YouTube жобаларға тегін барып, ал телеарналар шынымен төлеу керек. Мен ойымша, сен егер де білсең, мына жобада
ақша бар десең, жобасы бар, ақша бар, білінеді, оларда LED экран болады бастапқы. Жоқ, ол кезде сен үйіңнің кухнясы. жоқ, ол енді менің ойымша Сен мына микрофонға қарап, мына қызыл тейпқа қарап, біздің бюджетті, в принципе, мына жоқ, тамақты уақыт өте келе деймін да, мысалы уақыт өте де болмайды сияқты. мысалы Қанай деген әншілер бар мысалы. Иә. Қайырусырды ұйықтап жүр ғой мысалы десең де ойнап айтып. Қанай, Калифорния, Қазбек Құрайыш жаңадан шығып жатқан Сәкен Майғазиев деп танымайды. Сәкөш Қандай әңгіменің желісін білмесе. жоқ, жаңа буын бар ғой, керек па? жаңа буын өкілдерінің директорлері соған алып келеді деп ойлаймын. жоқ, Дәке, мысалы сіз түнгі студия бағдарламасының жүргізушісіз. Иә. Менің ойымша сіздің түнгі студия бағдарламаңыз лейт шоу ретінде Қазақстандағы менің ойымша енді жұлдыздарға да өз пайдасын тигізеді, жұлдыздар сізге де келіп пайдасын тигізеді ғой. То есть бұл жерде взаимовыгодный нәрсе ғой бұл. Иә. Енді мына жерде қазір тұрып жұлдыздар ақша сұрай бастаса. Жоқ, менің ойымша Бұл бағдарлама вин-вин дейді ғой, екі жақта. жоқ, менің ойымша выигрышты. менің ойымша уақыт өте келе Аудитория уақыт алмасу өте деген келе сияқты. ол нәрсе біз қаласақ та қаламасақ та болады. Жігіттер, ол бір шетінен дұрыс та сияқты. Қазір адамды бар ғой, насильно. Бұрында сондай ғой, эфирлерде көпсің ба, сен жұлдызсың да. Қазір жастар уже басқа потокпен келе жатыр ғой, басқа немен. Дым асықпайды, ұмтылмайды 3000 олар. подписчикпен де ол өзін жұлдыз санай алады да. Ода комплекс жоқ еще. Менде 3000 подписчик қой, мен халықтан. Галстук сатып алады. Определенный аудиториясы бар, оның саны бар да. Қазақстан бойынша 7000 адам қарай ма, ол 7 қалаға барып 1000 адамға концерт беріледі да. Сол деген сияқты. Шәуілдерде. Өздері. Жоқ, өзінің арнайы публикалары бар, вайп бар, халық бөлінді, уже талғам пайда болды. Бізде сондай болды, кстати, интеллигентно қуға. Ақша сұрағандар болды ма? Иә, оны былай айтты администраторы. Қай артист екенін айтпай қояйын. Біз қонаққа шақырдық, бірақ біз келісіп тұрмыз деді. Келісіп тұрмыз, бірақ бізге костюмге ақша керек. 200 000 теңге деді. Қазір жемпірмен шықпырдың дей ма? Образно. Мынандай жемпір. Түкін спортет білем. Бағасы қанша еді деп? И сөйтіп шынымен киімге гонорар жасадыңыз демейді. Жоқ, енді бізге сөйтіп айтты. Бізге ол артистқа образына жаңа образ керек. Ол әр эфирге қайталанбайтын киімдер киеді. Оның образы 200 000 тұрады. Оның деген Гонорар дегенде образ деп жаймен беріп жіберді ғой. Костюмға. Жоқ, кім әр бағдарламада әртүрлі жүретін мысалы. Вот, содан кейін біз керек емес дедік. Костюм бере салуға болады ма? Жоқ, енді өйтіп әңгімелеспейсің ғой администратор. Размерің қанша бауырым? Мен де шкаф шығара жіберейін. Конкретно гонорар дегенге келіп тұр ғой. Костюм жайлы білмеймін, бірақ менің ойымша бір мысалы алдағы әлі де айтамын, алдағы Мен ойымша дұрыс емес сияқты. алдағы буында Дәке, ол андай болады, мысалы YouTube проекттерге. мәселен Еркебұлан белгілі шоумен, әртіс, белгілі тележүргізуші, блогер ретінде де Естілмей қалды ғой. Айттым жаңа қыспаңдар. Жазылмаған болса вообще. Дәке, былай ғой, жігіттер, менің ойымша алдағы уақытта буын өкілдеріне, мысалы Еркебұлан сияқты танымал әнші дейміз ба, бір шоу жұлдыз пайда болса, оның міндетті түрде директор болсын, арт менеджер болсын, анау көптеген функциясында оның құжаты болады. Құжатында ол жазады. Әнмен ғана баратын болсам, мынандай сума, сұхбат, мынандай сума, концертке қатысу, ол кезде ол тек шығармашылықпен айналысады, түсініңіз ба? Ол шығармашылықпен айналысады. Ол басын қатырмайды ол. Маған сұхбатқа шақырып жатыр ма, онда ақша сұра деп отпайды. Оны директоры біліп жасалып жатады. Біздің формат чуть-чуть подкастқа кетіп бара жатыр жеке. Чуть-чуть подкастқа кетіп жатыр. Давайте оқиға секірейік. Кеттік. Так, онда деген Тың. Неге подкаст болмау Жақсы мәселе көтерді негізі Дәке. Брат, оқиға айтайық, ол Жоқ, қызық бөлек жоба шайық. Құрметті отандастар, мынау жаңа 4 шайдың өзі маған организміме әңгіме айтып, осы тұрғанда Не қосып жатсың ба? көзім қызарып, қызуым көтеріліп, жақын жерде бір таса бар ма деген Рұқсат деп жан-жағыма қарап отыр. Онше без стопа, давайте. Міне тұр. Жоқ, маған қызықты, неге біздің енді ғана сәл ауысқан шығар, бірақ осы күнге дейінгі жалпы қазақтардың андай бір құжатты атауы, сосын нақты бір атау қоюы қызық маған ше. Мысалы там басқа халықтардың андай ипсін несін көрсең, там радуга или бірдеңе деген бір нейтральный аттар қояды да, біздікі Кеңесбай ата.
жұмахан қазақилық бар ғой атауында. иә пәленше ип түгенше ипсы түгел аты жөнімен ше ана атаңның атын қой дейді ғой, болды ғой. Түнсе алмайсың. Бәке ИП блогер дегенді білемін. Продакшн Мен дегенді ИП білемін. аштым ғой. Мен фантазиям жеткен жоқ. Мен ИП-мнің аты Оспанов Дархан Сансыбаевич болды да. Оказывается, сен любой ат қоя алады екенсің ғой негізі. мен соны өзім иә и недавно ИП Жаснар дегенді көрген кезде Мен көзіңді аштым ба? Мен көзіңді аштым ба сен? Алматыға келген кезде ғой Печер Асхаттікі сол ғой. Тоқтарханов Асхат тоже и документ толтырған ұзақ жазасың ананы. Сөйтсем, оказывается, типа Дархан дей салуға болады екен. Деп қойсаң да өзің білесің, короче. оп оңай ғой. Білмегендіктен ғой. Негізі мына ө әріпімен аяқталғаны күшті сияқты. Ө дегеннен кетіп қалса. Әдемі әріп қой. Болды ана қызылда. Қызылмен. Қызыл өшті бітті ғой. В принципе, тәмамдауға болады уже. Күшті әңгіме болды бүгін. Күшті әңгіме болды. рахмет брат шақырғаныңа. Келгендеріңе рахмет. Сәтті болсын киноң ойлап отырған жоба. Сәттілік. ойда ғой ол неде ана шығатын кезде бір айтайық та оны. иә шығатын кезде шығарайық та передачаны. давай шығатын кезде тағы да келейін Промо жасақ. Сен Сендерде шыққан кезде тоже промо жасап. вообще мен ойлаймын иә, вообще мен ойлаймын ақырын бір бірімізге көп нелерді мысалы осындай түсірілім площадканы ұсынуымыз керек, бір бірімізге көп қонаққа бару, инстаграмда коллаборация, иә көбірек дүниелер жасауымыз керек деп ойлаймын. Неге десеңіз, өйткені қазір енді чүк ауысулар деген сияқты түркі әлемінің несі ақырын мәдениет саласында да бірігіп жатса, ертең значит кім біледі рынок үлкен болып қалуы мүмкін. То есть Қазақстанның киноларын спокойно Қырғызстан, Өзбекстан, басқа елдерді көрсетуіміз мүмкін. Сол кезде біз бір-бірімізге керекпіз. Менде ТО бар. Дәулет Бижан. Орынбасар oldu. до конца айтып қалды. Так, Ақболат, сенде фильм түсірдіңдер. Фильм түсірдік, өзімізге өте қатты ұнап тұр. Біз екіншісінен аса алмай қалатын сияқтымыз деп қорқып едік, бірақ Аллаға шүкір әйтеуір ол да көңілден шығатын сияқты. Осы январь дегеннің Қаңтар деген сөзден қорқып қалдық қой. Иә, қаңтардың құдай сақтасын енді. Осы қаңтарда күлеміз Осы қаңтарда күлейік. Бұйырса 25-і деп жоспарлап отыр. Енді былай өзгеріп кетпеу керек. Қаңтардың соңғы жағы, яғни жылдың басы. Көрерменге жол тартады. Бірінші айының соңы. Үй алам, но үй алам фильмі. Жақсы, сосын бұйырса амандық болса. Қарапайым халықтан назар аудар, маған назар аудар 2. Жоқ, сөйтіп айтып отыр ғой. Өйтіп қателестірмеші. Жоқ, мен имеется в виду именно өнермен айналыспайтын семейдегі достарым көз сөйтіп айтады да. Енді стористарын көреді ғой. Назар аудар 2 шығарып жатыр ма дейді да. Мен айтамын, жоқ, ол үй алам, но үй алам деп айтып жатсам, по-любому екіншісі ғой дейді, короче. Жеңіл да сөйтіп қалды. Ақболат по-любому мәдениет. Өнермен айналыспайтын адамдардың пікірі қызық маған. Всегда же. Ей, анам Нұрлан сияқты не алып кино түсірмейсің дейді. Оңай ма? Оңай. Тұрсынбек сияқты концерт бермейсің ба? Сөйтіп жүрмейсің ба? Балам, сендер не істеп жүрсіңдер, назар аудар сияқты театр аша алмайсыңдар ма? Кәдімгідей сөйтіп. Андай ғой, шайыңмен егер тикток әлеміне былай көп шли көп емес, бірақ почему-то сәл көптеу уақыт бөліп кеттім ше. Бір кіремін, қараймын, там отырып қаламын. Бірақ мені қызықтыратын нәрсе видео анау қойшы комментарияларын көрсе. Бөлек әлем ғой. Оны қалай бөлек өнер десек болады сияқты. Өнер ол комментарий дейтін. Халық ауыз әдебиеті ғой мынау. Таза. Халықтың клавиатурадан клавиатураға. Жалпы менің ойымша кейін алдағы уақытта басқа да алаңда немесе осы алаңда әңгімемізді жалғастыру керек сияқты, өйткені бізді көріп отқан адамда енді басқа жұмыстар. Негізі мына формат осы құраммен в принципе басқа форматта подкаст форматына кездесіп именно пікір айтатын, ой айтатын. Дубайда жазайықшы. Қазір түсіре салайық та. Депші ауыра бередіміз. Иә. Келгендеріне рахмет, құрметті көрермендеріңізге рахмет. Каналға тіркелеміз, лайк басамыз. Мен өзіме жақын ет десе. Ойлау жүр бауырым, жақындап қалды ақыретті бітіріп кетсің. Құрметті қонақтар, біздің карикатураны тамаша. Рахмет баршаңызға, сау болыңыздар. Пока.